Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай ерекше панкейк, яғни японский панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Арасы осындай толық, пышный, керемет көтерілген жұмсақ панкейктің рецебі. Ол үшін бізге осындай ингредиенттер керек болады. Оны мен төменде қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқаның сарысына шекеріміздің жартысын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Шекеріміз еріп, жақсылап араласқаннан кейін сұйық майымызды қосып, бірдей масса шығарамыз. Енді разрыхлителді ұнға араластырып, ұнымыздың жартысын сала отырып, оны да жақсылап араластырамыз. Осындай масса болып шығады. Енді жұмыртқаның ағына қалған шекерімізді араластыра отырып, жақсылап миксерлейміз. Жартысына келген кезде шекеріміздің тағы жартысын салып, тағы да осындай төңкерген кезде ақуызымыз осылай түсіп кетпейтіндей етіп миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқаның ақуызын жаңағы қамырымызға бір-бір лопаткіден сала отырып, жайлап араластырамыз. Араластырған кезде де төменнен жоғарыға қарай баяу араластырыңыздар. Себебі панкейкіміздің жаңағы жұмыртқаның ағының көтеріліп тұрған несі басылып қалмас үшін осылай ақырындап төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Арасында жаңағы ұннан қалған жартысын осылай салып, әдемілеп араластырамыз. Егер осы рецебім сіздерге ұнап жатса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментария басып, жанындағы қоңырауды басып қойыңыздар. Өте қуанышты боламын. Және де бұдан да керемет рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Міне бірдей массаны шығарып алдық. Енді қызып тұрған осындай блиннидің табасына бір-бір қасықтан құйып шығамыз. Осылай құйып шыққаннан кейін тағы да кішкене ұстап, тағы бір-бір қасықтан үстіне қойып шығасыздар. Себебі панкейк көтеріліп, әдемі болып пісу үшін. Осылай ортасына ғана саласыздар, жан-жағына жаймай. Салып болғаннан кейін қақпағын жауып, кішкене күтесіздер. Міне біздің панкейктер әдемі болып көтерілді. Осылай кішкене ғана қоңырқай түске енгеннен кейін бірме-бір ауыстырып шығасыздар. Және де кішкене ғана ұстайсыздар. Панкейкіміз дайын болды. Осындай ерекше әдемі болып пісті. Сіздерге осы рецепт ұнаған болса, қолдау білдіріп кетіңіздер, маған тіркеліңіздер. Бұдан да жақсы керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мені видеомды соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менімен бірге болыңыздар, маған тіркеліп, лайк, комментария білдіріп қойыңыздар.